Сау саламатсыз ба, қымбатты достар. Бүгін өмір жайында біраз әңгіме қозғайық. Өмір деген жарыста шаттанғын дос қалыспа. Сіз өмір құндылықтарын білуге, қарым-қатынасты көбейтуге, араласуға қандай мән берудесіз? Достарыңыздың арасында, туыстарыңыздың арасында, отбасыңызда, группаластар дейміз, мысалы класстастарыңыздың арасында, көршілеріңізбен араласуыңыз қандай? Қалай араласасыз, және де үйіңізге келгенде осы кісілерді қалай қарсы аласыз? Қандай тақырыпты көбінесе әңгіме қозғап, әңгіме дүкен құрасыздар? Сіздердің әңгімелеріңіз қай тақырыпта көбінесе жарасады деген сияқты өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Сіз адамдарды күткенді жақсы көресіз бе? Үйіңізге қонақ келгенін жақсы көресіз бе? Және де қазақ халқында бар ғой, енді өзгеге жасаған ізет, өзіңе жасаған құрмет деп жатады, иә? Сіз басқа адамдарды қалай сыйлайсыз? Мысалы, көршіңіз үйіңізге келген кезде қандай әңгіме дүкен құрып, қалай құрметтейсіз көршіңізді? Немесе группалас класстастарыңыз келгенде, немесе жақын туған туыстарыңыз келгенде, қайын жұртыңыз келгенде, мысалы, қандай қылып сіз оларды қарсы алып шығарып саласыз? Енді бұлай алып қарасақ, негізі қазақ халқы қонақ жай халық қой. Әрине, үйіне қонақ болып келген әр адамға дастарханын жайып, қонақ қылуға тырысады, иә? Көршіміз келсе де дастарханымызды жайып, бірге кішкене әңгіме дүкен құрып, білетін ортақ тақырыпта әңгімелесіп, бір шайымызды ішіп деген сияқты сондай әңгіме дүкен құрамыз. Мысалы, кейбір халықтарды, басқа халықтарды алып қарайтын болсақ, ол кісілер негізі көбінесе үйдеріне кіргізіп әңгіме дүкен құрмайды, иә? Дастархандарын жасап, мысалы, қазақ елі сияқты дастарханға шақырып, дастархан басында әңгіме айтпайды. Мен өзім жас кезімде бір үлкен бір апаның үйінде тұрған едім. Сол кісіні алып қарап отырсам, қазіргі кезде ол кісі благоустроенный квартирадарда кіреберісі, бұрынғы үйдер, енді кіреберісінде үлкен диваны тұратын еді. Үйіне келген қонақтың барлығын сол диванға отырғызып, әңгімелерін 1 сағат болса 1 сағат отырып әңгіме айтатын еді. Сонымен кетер кезінде ғана, ой, мен саған шай бермедім деген сияқты әңгімелер қозғайтын еді. Маған әрине сол қызық болатын еді, бірақ та ол ападан да менің негізі алып үйренгенім көп. Ол кісі өзі военный адамның әйелі болғандықтан, жолдасы военный болғандықтан, ол кісі кәдімгідей, ол кісі де тәртіп еді. Ұлты қандай екенін толық білмейді екенін, бірақ орыс тілінде сөйлейтін еді. 80-нен асқан үлкен апа болса да, күнделікті өзін тәртіпке келтіріп, таңертеңгі күнделікті жаттығуларын жасайтын еді. Әдемілеп шаштарын бұралап, боянып жүретін еді. Есіктің алдында тұрған дүкенге бару үшін де әдемі киімдерін киіп, әдемілеп отырып, енді боянып дейміз, солайнан есіктің алдындағы дүкенге де солай баратын еді. Қазір мен өзім осы Алматыда тұрып жатқандықтан, кей кезде мынандай супермаркеттерге барсақ, соның маңайында тұрған адамдарға қарап кей кезде таң қалатыным бар. Халатпен, шаштары ұйпа-тұйпа, со жайында, со түрінде магазинге, дүкенге келіп, сауда жасап жатады. Енді бүйтіп сыртынан қарасаңыз, енді тіптен өрескел. Енді көптеген адамдарға ұнамайды, әрине көз қарастарына қарап байқайсыз, бірақ та сіз жас болсаңыз, орта жасқа келсеңіз де
қандай жерде тұрсаңыз да қаланың аты қала, менің ойымша. Өзіңізді тәртіпке келтіріп, әйел адам өзі әр уақытта тәртіпке келіп, әдемі болып, үйінде жүрсе де, сыртқа шықса да, қонаққа барса да, қай жасқа келсе де өзін әдемі күйінде, әдемі болып, тойға баратындай әдеміленіп жүру керек деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да жас күніңізден бастап өзіңізді сондай әдемі болып жүруге, әдемілікті ұстап, өзіңіздің қалай деп айтсақ, сол ортаға бейімделіп, өзіңізді әр уақытта королева дейді, мысалы, королева сияқты ұстап жүруге үйретіңіз. Жастарға сондайды айтқым келеді. Дүкен есіктеріңіздің алдында тұрса да, кішкене косметикаларыңызды қолданып, әдемі көйлектеріңізді киіп баруға тырысыңыздар. Себебі, егер де сіз үйде отырған әйел болсаңыз, сол шифонерде ілініп тұрған көйлектеріңіз сол киілмей, әрине, ілінген күйі сол шифонеріңізде тозатын болады. Оны ешкім көрмейді, оны не үшін алдыңыз? Сіз егерде дүкенге шықсаңыз да, сол көйлектеріңізді киіп, сіздің әдемі екеніңізді, сіздің жас екеніңізді, сіздің сымбатыңыздың керемет екенін көрсетуге тырысып, әдемілеп жүруге, сіздің мәдениетті екеніңізді көрсетуге тырысу керек. Себебі қалада тұрғаннан кейін, осы Алматыда тұрғаннан кейін, басқа қаладан, басқа елден шетелдік азаматтар көп жүреді. Сондықтан да бұл халықтың мәдениеті қандай жағдайда екен дегенді айттырмас үшін, мен ойлаймын өз басым, әр қыз, әр әйел өзіне қарап, тойға барғандай әдеміленіп, есіктің алдына шыққанда да, есіктің алдында тұрған дүкенге барғанда да әдемі күйінде баруға тырысу керек. Сондықтан да, құрметті достар, өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді сыйлаңыздар. Қай уақытта сіздер өздеріңізді сыйлайсыздар, сіздерді маңайларыңыздағы да сыйлайды, жұмыстағылар да сыйлайды, қоршаған ортада сізді сыйлайтын болады. Сондықтан да әр уақытта өзіңізді қай жаста болсаңыз да, мен королевамын деп санап, әдемі жүруге тырысыңыз. Өзіңіз бір күнді бөліп, өзіңіздің әдемілігіңізге салондарға барып деген сияқты өзіңізге көңіл бөліңіз. Әрине, тек отырып телевизор көріп, немесе жайдан жай, уақытсыз уақытта ұйықтап деген сияқты ондайды үйренбеуге тырысып, керісінше бір бет кітап оқысаңыз да кітап оқып, өзіңізге керек деген білім алып, өзіңізді жоғары дәрежеге көтеруге күнделікті үлес қосыңыз. Соны өзіңізге пайда етіп жаратуға, мына деңгейден күнделікті қолданып жатқан іс-әрекеттеріңізді келесі деңгейге өтуге, пайда келтіруге, өзіңізге де, отбасыңызға да, еліңізге де пайдасы тисін деген көптеген іс-әрекеттерге баруға, біліміңізді көтеруге күш-жігер қолданыңыз. Егер де сіз өзіңізді сыйлайтын болсаңыз, сізді отбасыңызда балаларыңыз да сыйлайды, жолдасыңыз да сыйлайды, және бірге жұмыс жасап жатқан адамдарыңыз да сыйлайды. Себебі сіз өзіңіз әдемі болып тұратын болсаңыз, біреуді қаратып таңдай қақтыра алатын болсаңыз, сымбатыңыз да керемет болып тұратын болса, әрине сіз сыйлы боласыз.